Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Омега арнасы. Бүгін біз сіздермен миға кішігірім шолу жасайтын боламыз. Яғни әйелдер мен еркектердің миының көлемдерін салыстырамыз және де олардың атқаратын қызметтерін қарастыратын боламыз. Бірақ видео басталмас бұрын каналға подписка жасап, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ол сіз үшін оңай, мен үшін мотивация. Олай болса, кеттік. Адам миы жұмбаққа толы әлем. Ми ешқашан демалмайды. Тіпті түнде де дененің көптеген мүшелері босаңсып, қозғалмайтын күйге түссе де, ми жұмыс істеп тұрады. Ол жүректің соғысын, дененің қызуын, ас қорыту жүйесінің және де ішкі мүшелердің жұмысын бақылап, тыным таппай қызмет етеді. Сол себепті мидың қызметіне қызықпайтын ғалым жоқ. Академик Петр Анохиннің өзі ми жайлы былай айтқан: ми қызметінің мәнін түсіну менің және де менің әріптестеріме басқа зерттеулерден әлде қайда маңыздырақ. Өйткені адамның барлық қызметі, адамдардың қарым-қатынасы, шығармашылық жұмыстары, адамның болашағы мен үміті ми қызметіне байланысты. Мидың орташа салмағы 1400-1500 грамм болады. Ғалымдардың айтуы бойынша, еркектердің миы әйелдердің миынан көп болады. Қыздар қауымы қазір бұл оймен келіспеуі мүмкін, ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Ер жігіттердің миы қыздардың миынан көп болу себебі олардың денелерінің қыздарға қарағанда ірілігінде. Алайда әйелдердің миын өз денесіне, жігіттердің миын өз денесіне сәйкестендіре қарағанда, әйелдердің миы сәл артықтау болады. Сонымен, әйелдердің миы неге аз? Өмірде әртүрлі аурулар, ауыртпалықтар әйелдер мен еркектерге әртүрлі әсер етеді. Сезімталдық сезімі де дәл солай. Бірақ бұл неліктен? Ғалымдар бұған көптен бері нақты жауап іздеп келуде. Осы әйелдер мен еркектердің миының айырмашылығын ұзақ уақыттан бері зерттеп жүрген бір ғалым, ештеңе шықпаған соң өзінің статьясында мүмкін әйелдер мен еркектердің миы жаратылғаннан бастап басқаша болған шығар деп нақты дәлел таба алмағанын мойындапты. Бірақ қазіргі ғалымдар еркектердің миы мен әйелдердің миының салыстырғанда еркектердің миы 10-15 есе көп болатынын анықтаған. Бірақ бұл әйелдердің миы тауықтың миымен бірдей болады дегенді білдірмейді. Өйткені ақылдылық мидың салмағымен өлшенбейді. Осы орайда америкалық психологтар мен невропатологтар былай дейді: әйелдердің миының нейрондары белсенді түрде жұмыс істейді. Ерлердің миы іс жүзінде қаншама белсенді деп саналғанымен, олардың миының нейрондары белгілі бір кішкентай аймақта ғана жұмыс істейді. Ал әйелдердің миының нейрондары әлде қайда кең көлемді қамтиды. Оның себебі әйелдердің миының екі жарты шары бір-біріне тығыз байланысып орналасады. Әйелдер мен еркектерде ренжігіш сезімдер бірдей көрінгенімен, бірақ әйелдер ренжіген кезде оның миына еркектерге қарағанда 8 есе көп салмақ түседі. Әйелдер кез келген сөзді тез түсінеді және әрбір сөзге ерекше мән беріп қарайды. Сол себепті әйелдерге сөйлеу және синонимдік сөздерді ойлап табу түк емес. Бұл ерекшелік әйелдердің миы зақымданған кезде де көмектеседі. Яғни, олардың миы зақымданған кезде, олардың қайта қалпына келуі оңайға соғады. Негізінде, ерлерде де, әйелдерде де ми жақсы жұмыс істейді. Тек оны тоқтамай дамытып, жетілдіріп отырсақ болды. Мінекей достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасап кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен бар ақпаратымен бөліскен Омега арнасы.